Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Және де самсаның тестасын да дайындауды үйренесіздер. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып алатын боламыз. Бір жұмыртқамызды салып, тұз, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, су құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ болса, өте әдемі шығатын болады. Егер де рецепттерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке салып, бір 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минуттан кейін аздап ұн сеуіп, қамырымызды қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Егер де самсаларыңыз ұқсамаса, осы рецептпен істесеңіздер, міндетті түрде бір жасағаннан ұқсап шығатын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қамырымызды жайып болғаннан кейін, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды осылай біркелкі етіп, қасықтың көмегімен жайып шығатын боламыз. Барлық жерге тигізіп, жайып аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Тестасының дәмі де өте керемет. Жиындарға немесе түскі асқа, кешкі асқа отбасыңызбен дайындап, шаймен ішсеңіздер, өте дәмді. Осылай майын сүріп болғаннан кейін біркелкі барлық жеріне тигізіп, сүріп болғанымыздан кейін жақсылап орайтын боламыз. Рулет тәріздес етіп, ауа қалдырмай, нығыздап орап шығамыз. Орап болғанымыздан кейін салафанға салып, холодильникке 1 сағатқа немесе морозильникке жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Жарты сағатта қамырымыз дайын болғанша, енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына етімізді жақсылап турап аламыз. Жылқының еті, сиырдың еті немесе қойдың еті өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қоса бересіздер. Менде жылқының еті жақсылап майдалап турап алғанымыздан кейін өзіміздің қалауымызға байланысты дәмдеуіштерді салып шығатын боламыз. Аздап құйрық қоссаңыздар дәмді шығады. Пиязымызды турап аламыз. Фарш қолдансаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз.
Енді құйрық майымызбен пиязымызды турап болғаннан кейін осылай дәмдеуіштерді салып шығатын боламыз. Дәміне қарай аздап су қостым. Сочный болу үшін пиязды көптеу салсаңыздар да болады. Енді қамырымызды дайындап алатын боламыз. Осылай тең бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағыдай етіп. Осылай кесіп болғаннан кейін қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Аздап салафанға салып, тағы да қалдырамыз бір 15-20 минутқа. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Ортасын қатты баспаймыз, шеттерін басып жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып шығамыз. Аздап ұн себе отырып, етімізді салып, видеодағыдай етіп, бөгіп шығамыз. Бұл самсаның бүгу жолы тамшы деп аталады. Тамшы түрінде бүгіп шықтым, көріп тұрғандарыңыздай. Барлығын дәл осылай жайып, бүгіп алатын боламыз. Өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Самсамызды бүгіп болғаннан кейін осылай реттеп аламыз. Печкамызды қыздырып қоямыз 250 градуста. Енді жұмыртқамыздың ағы мен сарысын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Сарысына аздап сүт қосып, жақсылап араластырып, самсамыздың бетіне сүртіп шығатын боламыз. Сәндік үшін өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен күнжітті сеуіп шықтым. Егер рецепттерім ұнап жатқан болса, маған тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарияға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай енді самсамыз да пісті. Өте әдемі, әрі жылтыр, әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ыстық күйінде өте дәмді болады. Рецепттерім ұнаса тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.